Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі өтетін сабағымыз Қасым хан тұсында қазақ хандығының күшеюі. Сабақтың мақсаты қазақ хандығының мемлекеттегі нығайтудағы рөлін анықтау. Қасым хан Жәнібекұлы 1445-1518 жылдары өмір сүрген. Қасым хан Керей ұлы Бұрындық ханнан кейін билік құрған. Бұрындық хан 1480-1511 жылдары билік құрған. Қасым хан әкесінің жолын қуып, басында Бұрындық ханға бағынып бас иген. Кейін хан тағына талас шиеленіс болған кезде Қасым хан таққа отырып, Бұрындық хан елден кетеді. Енді тарихшы, яғни Қасым хан туралы көптеген деректер бар. Мысалы, Қасым хан 1511-1518 жылдар аралығында, кейбір деректерде 1521 жылдары Қасым хан билік құрды. Қасым хан билік құрған кезде оған көптеген шабуылдар жасады. Яғни Қасым хан сыр бойында қалалар үшін шайқасты. 15 ғасырдың 70-90 жылдар жер үшін күреске жіберген уақыттың көбісін. Мысалы, Қасым ханға Қасым Сұлтан кезі 1510 жылы Шайбан ханның соңғы 4-ші жорық Ұлытауға Қасым хан ұлысына бағытталды. Бұл кезде Темір Сұлтан мен оның інісі Ұбайдаллахты көп әскермен Қасым ханның өзі жорыққа, оны Ұлытау маңына ордасына шабуылға аттандырды. Қасым ханның оған қарсы жіберген мойынсыз Хасан бастаған шағын жасағы Шайбани хан ұрпақтар әскерін тас-талқан етіп жеңеді. Келесі 1506-1510 жылдар үздіксіз 4 рет шабуылдар жасаған. Яғни Шайбан хан қазақ хандығына бірнеше тонаушылық жорықтар жасады. Кейіннен 1510 жылы Шайбан хан Мерв түбінде Иран шахы 1-ші Исмайылмен шайқаста қаза табады. Осыдан кейін 1511 жылы Қасым хан таққа отырып, 1511-1513 жылдары Шайбанилерсімен айналысты. 1512-1513 жылдары ерте көктемде Қараталда Қасым ханға Сайрам қаласының әкімі Қатабектен адам келіп, Қасым ханның билігін алуды сұрайды. 1513 жылы жазында Шу бойындағы Қасым хан ордасында Әндіжаннан Моғол ханы Сұлтан Сайд хан елшілікке келеді. Қасым хан яғни елшілікке келеді. Қасым хан билік құрған кезде халық саны 1 миллионға жеткен, әскер саны 300 мыңға дейін жеткен. Қасым хан тұсында халық арасында бейбіт келісімшарттар, билік үшін талас-тартыстар тоқтаған. Себебі Қасым ханның қасқа жол заңдар жинағын шығарған. Бұл кезде керісінше Ноғай ордасында болса, керісінше билік үшін талас-тартыстар болды Ноғай мырзаларының арасында. Сол себепті ноғайлықтар құрамындағы Қыпшақ, Қаңлы тайпалар қазақ хандығына қосылды. Көптеген жазба деректер бар. Мысалы, Захир-ад-Дин Бабыр жұрттың айтуына қарағанда, қазақ хандары мен сұлтандары бірде-бір бұл халықты дәл осы Қасым хан сияқты бағындыра алмас еді. Оның әскері 300 мың адам болды деп жазған. Ал Мұхаммед Хайдар Дулати осы Дешті Қыпшақта толық билікті таратты. Оның халқы миллионнан асты. Жошы ханнан кейін бұл жұртта дәл мұндай күшті хан болған жоқ деп жазған. Қадырғали Жалайыр Жәнібек хан ұлдарының ішінде аса белгілі болғаны туралы жазған. Ал Махмуд ибн Уали Қасым хан Дешті Қыпшақ аймақтарында өз билігін күшейткен, соншалықты оның әскерінде 200 мыңнан аса адам болды деп. Хайдар Рази 1515-1516 жылдары Қасым хан жошы ұлысын тәртіпке келтіргендігі, сондай-ақ бұдан артық көз алдына елестету мүмкін емес. Оның халқының саны миллионға жетті деп жазған. Қасым хан халықты беделі жоғары болды. Қасым ханның қасқа жолы деген заңдары болды. Ол 5 баптан тұрды. Олардың баптарының ішінде мүлік заңы, жер дауы, мал мүлік қылмыс заңы, кісі өлтіру,
яғни мал ұрлау, елшілік жоралары, халықаралық қатынастар, жұртшылық заң, ас, той, мереке, іс-шаралар туралы болған. Қасым ханның қасқа жолы заңдары мынау, құрметті оқушылар, бәрі жазылып тұр. Қасым ханның билігі тұсында, яғни қасқа жол деп атаған заң, бұл арасында қалыптасқан әдет, ғұрып ережелер Қасым хан тұсында жасалған. Оның жасалу себеп болған жағдай мыналар. Қасым ханның билігі тұсында Керей, Жәнібек, бұрындық хандар кезінде қазақ қоғамы анағұрлым жоғары сатыға көтерілді. Қазақ халқының этникалық территориясы толығымен біріктірілді. Хандық билік этникалық территорияға толық тарап, рөлі артты. Назар аударғандарыңызға рахмет, құрметті оқушылар. Сіздердің группаға қысқа мерзім, яғни қалыптастырушы бағалау тапсырмаларын жіберемін. Осы тапсырмаларды орындап, кері байланыс берулеріңізді сұраймыз.